15 қаңтардан бастап облыс орталығында халық қатысатын бюджет жобасы іске қосылды. Бұл жоба аясында қала тұрғындары жергілікті бюджет қаржысын бөлуге қатыса алады. Бағдарламаның шарты бойынша жалпыға ортақ қолданысқа берілетін нысан тұрғызу көзделуде. Қандай талап болу керек? Ол жерде біріншіден жекеменшік тұлғалардың аумағында орналаспауы керек. Жалпы пайдаланатын орындарда абаттандыру, көгалдандыру, спорт алаңшаларын орнату, балалар ойын алаңшаларын орнату, болмаса ұзақ уақыттан бері жатып қалған бір қоқыс орындар болса, сондай тазарту бойынша жұмыстарды қабылданады. Қабылданған ұсыныстар заңға сәйкестігі қаралғаннан кейін 5 сәуірде дауысқа салынады. Яғни бұл жерде өзі заңда көрсетілген, кемінде жобаны жүзеге асыру үшін кемінде 10 дауыс жинау керек. Онлайн ұсыныс беру жолдары өте оңай. Алдымен Тараз қаласы әкімдігінің ресми сайтын ашып, халық қатысатын бюджет айдарын таңдаймыз. Бізге белгілі уақыт аралығында ұсыныс беру, дауыс беру сынды кезеңдері шығып тұрады. Сол жердегі ұсыныс беру тетігін басып, керекті ақпараттарды толтырамыз. Айта кететіні, сметалық жобасын тұрғындар өздері әзірлейді. Сондай-ақ бір жобаның құны 53 миллион теңгеден аспауы шарт. Онлайн ұсыныс қабылдау 15 наурызға дейін жалғасады. Одан әрі комиссия таңдап алынған жобалар келесі жылдың бюджетіне енгізіледі.